Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Сако Найт достар, қалайсыңдар? Бүгін деген үшінші выживаниямызды жалғастыратын боламыз. Бүгін үшінші бөлім. Бүгін деген біз егіншілік істеуіміз керек, егіншілік дамытып, сосын ан жақтағы песок әлемге баратын боламыз достар. Оны көрген боларсыздар алдыңғы сериядан. Ән жердегі песок әлем өте қызық болып тұр. Бүгін сол жаққа баратын боламыз. Сол үшін видеоны соңына дейін көріп, арнаға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар достар. Выживаниямызды жалғастыра берейік. Мен қазір аш болып кеттім, ол тамақ жеп алайын. Бір зат стейк бар екен бізде, кешегі жинаған стейктер ғой. Так. Тойдық. Так. Мен қай жерге егіншілік істесем екен білмей тұрмын, что-то бар емес па? Осы жерге істейтін шығармын. Походу басқа жер жоқ. Мына жерді кішкене үлкейтсем екен деп тұрмын. Мына терезелерді сындырып қалай болады деп ойлайсыңдар. Так, онда маған жер керек еще айтпақшы. Так, сосын бізде так, бізге мына жақтан барлығын алып бердік, өзі егетін. Вот арбуз бар екен. Басқа не егеміз? Болған екен, что-то бізде басқа егетін зат жоқ екен. Сосын бізге жер бар ма еді? Менде жер жоқ еді ғой, менде таусылып қалды ғой. Онда жер сындырып қайту керек бір жақтан. Айтпақшы достар, келесі бөлімге шахта қазатын боламыз. Осы жолы егіншілік еге берейік осы жерге. Еге берейік, ондан ағаш сындырып тастайыншы. Менде балта жоқ қой. Железін емес, каменныйды ала салайықшы. Тек сынайын деп жатыр екен бейшара. Ағаштарда өсіп кетіпті ғой, сынды. Мынауың сен. Сынбайым дей ма не? Так, өшім болды. Енді осы жерге егіншілік істеп тастауымыз керек. Пока что. Так. Кішкентай болып қалатын сияқты, мына жерді үлкейту керек, все равно. Онда мен қазір жер қазып әкелетін болам. Жер қазып. Или мына жерді так бүйтіп қаза салайық. Мынау су құятын жер болады. Жерді бәрі үлкейтеміз ғой. Онда қазір мен жерлерді сындырып, бұғылып, қайта жалғастыратын боламыз. Так, мен ан жақтан ана әлемнен біраз нелерді алып қайттым, жерлерді сындырып алып қайттым. Енді осы жерде біз жұмысымызды жалғастыра береміз. Осы жерге егін егетін боламыз. Мына жерде 2 блоктан қоямыз, өйткені қарбыз тыква піскен кезде, асқабақ дейді ғой. Піскен кезде осы жаққа қарай тұру үшін. Так, айтпақшына асын жау керек екен ғой, бай. Асына су ағып көрсін. Мейлі жауа салайық бүйтіп. Далаға ақып тұрмасын деген ниетпен. Так. Біз мына жаққа қалай істейміз енді? Қазір ведромен су алып қайтайым, сосын істей берем. Мына жағын жалғастырамыз ба? Бірінші егіп көрейікші. Егіп емес, не істеп қайтайықшы. Су алып алайықшы. Айтпақшы, ашылып көттік қой, не еп бере? Аш бола беретін ұмыттық қой, жаңа жеп едім өзі. Так, мына жерден су аламыз. Мен тосылып қалатын жерден алыппын ғой. Ондай. Таусылмайтын жер қайда? Вот, мына жақтан сен таусылмайды екен. Теп алып аламыз ғой, короче. Мына жаққа. Мына жаққа. Мына жаққа. Мынау. Так, не өп кетті. Так, мына жаққа. Все. Біреуін зорға болдық қой, бейшара. Так, тұрма қайда тұрма? Вот.
тырмамен мына екі жағын тырмалап шығайық. Так, бұл жаққа біз семена егетін боламыз. Мынау тыква, да? Мынау пшеница, семена. Онда осы жаққа егетін боламыз. Поле чудес дейді ғой. Так. Аны алып жоқ, тұра берсінші. Так. Ой. Бұл екен ғой. Так, енді бұл жаққа. Бізде еще свекло бар екен. Свекло егейік осы жерге. Тек біреу екен, ладно, көбейе берсін. Так, енді мына жаққа біз қарбыз егетін боламыз. Мына жерді алып тастасам екен, бір кішкене бір түрлер болып тұршы, давай мына жерді сындырып тастайықшы. Неме сындырамыз? Маған ұнамай тұр, что-то осы жерге жер қояқшы. Нормально болып тұрсын деп. Так, бізде земля. Ой, өп кетті. Так, бүйтіп қойып шығамыз. Енді мына жағына еге берейік. Так, су әкелмеппіз ғой, су әкеліп алайық бірінші. Так. Мына жақтан аламыз. Ой, мына бамбуктарды алу керек. Так, мына жаққа бір тастаймыз. Мына жақта бар екен ғой біраз. Так. Ой, менің нем ұшып кетті ғой. Так. Қай жерге қоямыз? Мына жерге. Ой, мынаның сен. Ладно, алып қойдық енді. Мына жақтан ала берейік. Тоғысылып қалмаса оған ең бастысы. Ё-моё. Так, өшім достар. Біз деген шамамен болып қалдық. Ой, мына жақтар деген кетіп қалыпты ғой. Мына жерлерде суғардық бәрін. Енді мына жаққа біз қарбыз егетін боламыз, айтпақшы. Так, осы жерде егіліп тұра тұрсын, қалғандары жоқ бізде енді. Енді мына жаққа егіп тастайық. Бұл жаққа біз тика ас қабақ егетін боламыз. Ой, мына жаққа. Все болды. Мына жаққа не істейміз енді, ё-моё. Семена егу керек. Мына жаққа семена еге салайықшы. Кейін басқа не тауып жатсақ өзгерте жатармыз. Әзірше болады осы бізге. Нормально. Так, бізде бітті ғой. Енді жайлап өсіп жатыр әне. Так, мына ағашта өсе қоймады. Мына жерде ағаш өсіп кетіпті, одан сындырып тастау керек. Так. Онда бізде жеткілікті ме? Жаңағы песок жаққа барып қайту керек бізге, айтпақшы. Так, онда біз песок жаққа жол тартайық оданша. Бізде мына жерде басқа істейтін шаруа жоқ деп ойлаймын. Пісіріп кететін не бар өзі мына жақта? Мынаны пісіріп кете салайын. Мына жақта тұра берсін. Так, онда мен кеттім, ана жаққа барып, ана песок әлемге барып қайтатын боламыз. Песок әлемде не бар екеніне. Ё-моё, біз деген бірінші ұйықтап алайық. Айтпақшы, есік істеп алу керек еді сосын. Есік істеп алайын, үйге әйтпесе мына жақтан зомби нелер шыға береді екен, еріп жарып. Ұйықтатқызбайды осы жерде. Наңғара қай жақта жүрген өше. Қай жақта жүр, оңбаған. Есік істеп алайыншы қазір. Так, онда бізге ағаш керек. Есік істеуге. Енді бізге есікті қалай істейтін еді? Ё-моё. Ұмытып қалыппын. Вот. Бізге осы 3 есік жетеді осы жерге. Так, болды. Енді біздің үйдің есігі бар. Құттықтап қоя берсеңдер болады деп па. Так, мына жақта тұра берсін. Ұйықтатқызбады ау. Кім жүрген насыртта? Ёшкин. Қай жақта? Ананың үстіндегілер ма? Оңбағандар. Адам ұйықтатпады. Ой,
Так. Ұйықтамай тұр оңбаған. Ладно, онда біз жайлап бара берейікші. Барам деген таң атып қалар деп ойлаймын. Өшім достар, әзер дегенде жеттік осы песок әлемге бар емес па? Ой, мен мына жерге мынандай ағаштар қойып қойдым. Алдағы уақытта барлығын қосатын әдемі қылып ортасынан ағашпен жол істейтін болам. Әзірше мына жақтан мен осындай топырақтармен келдім, короче, балшық па не зат. Өшім. О, зомбилер жүр мына жақта, ой. Мен деген балта нелерімді әкелмеппін айтпақшы. Мынаны алып алайын онда. Оның ішінде ештеңе жоқ па? Ладно. Пештерін өзімен бірге алып кетейін, керек болып қалар енді. О, морков егетін болдық достар, егіншілікке бір керемет зат таптық. Мә, бәсе. Так, о, достар, алмазный меч, изумруд, төф. Мына жақтан дерскі заттар шықты, братала. Өте керемет болды, бірақ мынауың деген. Ма, өй, мыналар бастап тұр. Қазір өлтіріп жақшы, ойбай, лақтырып жүріп. Так, қайсысын ау мұңғылап. Ойбай, братан. Ек крипер. Ойбай, кешіріңдер. Кешір қарындас. Жерлеріңді бұзып жадым енді. Мая. Менде тамақ бар ма өзі істейік? Мен көрмей қалды. Өз соғыр. Қойып тұр. Тамақ жеп алайын мен, братан. Сосын айыр жіберем көтіңді. Көтіңді ашып тұр, давай. Деп па? Бір өліп қалғанға бейжері. Ладно. Өй! Өшім қайтып келдім әзірге әйтеуір дегенде. Басқа ешқандай крипер жоқ па? Мая. Тағы жіберіп адам басын. Нерв шығарып. Басымыз бәлеге. Мынаның астында. ТНТ неғып жүр? Кім маған тұзақ құрып жүр? Тігідік. Мына жаққа тұзақ құрып қойған екен. Әдеттегідей. Түф, мыналарды маған неге берді екен? Неге маған мынандай күшті заттар беріп жатыр? Айтпақшы біз соңында деген драконмен шайқасады екенбіз ол. Соған да керек болып қалады. Мына жақтан зат. Оны контроллерді қамап қойыпты ғой, басыр жоқ. Өте керемет болды бізден айтпақшы. Тамақтан ешқандай проблема жоқ екен. Мейлі қажет емес әзірше бізге. Мына жақтар сынып жатыр ма? Не болып кетті? Базар жоқ. Бумага не істеп жүрсіңдер, ой. Көтсіртуге алып қойғансыңдар ма? Базар жоқ, бумага көп екен мына жақта кәдімгі. Басқа не бар екен мына жақта, ой. Әйтеуір шайқасатын адам шықпаса болған. Ең бастысы аты желание жоқ қой, ой. Кішкене қатыңырап тұр, ой, мына ойынға не болған, ішінде нормально жүретін еді қой. Так, онда біз осыған кірек, жоқ, мына жақта бір заттар бар екен. Жебе керек бізге, жебе. Бәрін алып алайықшы, бейшара. Толып кететін болды бәрі. База жоқ, тек 4 адам тұрған ба, не жерде? Алмадан. Алманы қаяқтан алып жүр десеші, мая. Мына жақта алмағаш жоқ қой. Толып кетті бізде кәдімгі. Бірақ жақсы болды. Кіретін жерлерін жауып тастаған ба? Бәсе, әйтеуір кіретін жерін табылмай жүр ме? Так. Онда бізде мынандай бар, пой! Не на жүр? Не ұлып кеткен? Түгідік. Анау қазір ашып қалсам бұжынап шығайын деп тұр ғой. Пай! Мыналармен шайқасуға менде шыны керек желание жоқ, бірақ шайқасуға тура келеді бізге. Зелье сила дейді. Зелье регенерация дейді. Давай силаны ішіп аламыз ба, не істейміз? Жоқ, бізге соңына дейін қалдырған дұрысырақ негізі. Соңында біз драконмен шайқасқан кезде керек болып қалады, айтпақшы остров 3 дейді, оқымаппыз, оқып жіберейік осыны бірінші. Убить одного жителя дейді.
Кайсы жетил жок мына жерде, жетил калмаган. Убить стражи, убить главного страда дейт. Спасим контроллеры. На контроллерді бізге. Ойбай, наукен мен итеріп тұрған күнімен. Оңбаған. Бірақ мен қылшым күшті екен. Жоқ, өртеп жүрмедім. Өз өртенетінен ол походу, да? Бізге де контроллерді құтқару керек екен. Убить одного жителя дейді. Мына жерде ешкім житель қалмаған ғой. Ема. Өкінішкі. Ойбай. Жүрек жарырды, кактус. Ё-моё. Что-то орындалмайтын сияқты барлығы. Убить одного жителя деген болмай тұр. Ойбай. Так, ладно. Мен екен ғой өртеп жүріп отқан. Давай. Мынау кактус сен шоқ қылшы, нерв жарды ғой ептігір. Давай, сыртқа шығыңдар, бәрің өртенесіңдер. Мен сендерді ұрып өлтірем. Давай, келе ғой, тәй. Ойбай. Мұнаң брониясы. Жынды ғой. Мұнау менен де күшті ғой, ептігір. Еба кадавр дейді. Ема. Қазір достар өте керемет шайқас болғаты күтіңдер. Так, шайқас енді басталды. Қазір көресіңдер сендер менен. Ойбай. Налар келе атыр өз. Ептігір. Так, келе беріңдер. Мен сендерді жақындатады деп ойлайсыңдар ма? Мә. Так. Өте слабықтар екенсіңдер. Шашып сағансың ғой, короче. Так. Мына криперді өлтіріп бастаймыз. Пока что нормально. Әзірше айырып атыр. Так, енді бізге осыны ұстап аламыз да. Келіңдер, давай. Келіңдер, мен мына жақтамын, келе бер. Так, деп атып қоямыз әшейін. Келіңдер. Осылай ағы өлтірем ғой, мен сендерді. Тиіспей ағы өлтірем ғой, келе қойыңдар. Ойбай, мына зомбилерді қара, неше миллион зомби келе жатыр мына жаққа. Кетіңдер. Мына біреуінде не бар екен ғой? Екеуінде даже. Ептігідік. Менде өртеп жібердің ба, оңбаған. Так, пока что нормально. Қорықпа, Сако. Бізде... не басып жібердім. Келе қойш. Так, үйге кіріп алам. Және алма жеп алам. Давай, ке. Бұнда еріп тастадық. Мына жақта зомбилер толып кетіпті ғой. Так, онда бері келіңдер сендер. Маған келіңдер, мүшшақтар. Шіріктер. Менімен шайқасқыларың келіп жүр ма не? Теп өтірік атып қоямыз. Оппана. Так, келе ғой. Мұна біреуі мынандай қалыпты ғой. Анау, әне біреу ғой. Кел. Ойбай, страж екен ғой. Кетер. Келме. Кет, мал. Мынау біраз күшті болады деп естігем деп па? Білет. Ойбай мен. Мен тупиктем. Так, тағалма жеп алу керек сияқты бізге. Так, нормально. Мына жақ толтырып жапсыңдар ғой. Так, мынау әлі келе жатыр меңізімнен оңбаған. Келші, қаяқтан о? Келе ғой. Мен алмайсың өз жерде мінгізбейм мен сен. Ептігідік, не істеп жүрді маған? Сен ба? Ман олар. Ман атқан сайын менің жаным кетіп отыр ғой. Келе ғой. Келесің ба? Қорықпай мен сенен, келші ал. Өлтірдік достар, прикинь. Өлтірдік, ештеңе түспеді ма не? Май соншама. Ойбай, көтім қиналып өлтіріп едім бейшараны. Жарыла қойшы бейшара.
Болды ма? Ойбай, достар. Мен бітірдім ба деп жүрсем, әлі бітпеді ғой мына жақ. Өте жаман, өте ахуал жаман. 26 уровень болдық па? Так, на үйге кіріп алайық. Пока что нормально. Так. Қай жақта жүр аналар? Ема, қашан бітеді достар аналар? Ема, бітпейді екен бір бәле. Ішінде... достар. Ішінде андай шығаратын бар екен ғой. Неге бітпей жатыр деп қоям? Әйтеуірде. Так, онда бізге нау керек. Бізге сірә осы керек. Келдік, мен аналардың өлтіру жолын таптым достар. Әрине біз ол шынның үстін бәрін сындырып. Мына жақта алмаз шықты, өте керемет. Осы алмазды алып алайық. Міне достар, үстін... мыналарын қоймады ғой. Үстін ашып жасасақ, аналарды күнге күйіп өлетін болады. Сол үшін ән жерден шыға алмайтын болады. Сол үшін үстін ашып тастауымыз керек бізге бұлардың. Так. Күйіңдер. Тек ана өрмекшілер күймейді. Заты өрмекшілер жарықта бізге тиіспеу керек, походу. Сен еріп жардың ғой, бауырым? Өлесіңдер ма өз? Жоқ, бұларды өлтірген пайдасы жоқ әзірше. Үстін ашып тастай берейін. Ана шығып атқан жерлерін ашып тастайыншы. Шыға алмайтын болсын. Так. Екеуімен шайқасып отыр. Түсіңдер, ананың ар жағында скелеттер жүр оңбаған. Ойбай, қайсы ұрып өлтірген мен? Өлтірмеді. Мен ұрып жіберді оңбағандар. Так, онда бізге мына жерге түсіп алып, аларды сындыра берген дұрыс деп ойлаймын. Мына скелеттер қоймады. Біреуін сындырдық. Ебать, не өп кетті, пауық өтіріп жатыр мен, прикинь. Так, ладно, тек 2 рет па өлдік, неше рет өлдік, өзі ұмыт қалдық қой. Так, мейлі. Ойбай, кеш батып баратыр, ё-моё, достар, кешке де аналарды сындырып тастау керек бізге. Ладно, наны алып алайық. Тиіспеңдер, өтініш, тиіспеңдер. Пауықтар маған келе жатыр ма? Дігідік, пауықтарға дейін келе жатыр. Мына зомбидан еріп шығарды. Так, онда бізде нау бар ғой, ең бастысы. Осымен мен мына жерден ұшырып отыра берем. Нормально. Мен бар жерде, жарық бар жерде шықпау керек басқа негізінде. Так, сосын мынау да менің ерім чарып тұр айтпақшы. Сен де өлім керексің, бауырым. Давай, өлші, ё-майы. Сен өлтірем деп, мен өзім өліп қалайын деп тұрмын ғой, ё-майы. Чё за? Так, тамақ жеп алайын қазір. Анау қазір маған жүгіріп келеді. Давай. Достар, өлтірдік. Жақсы болып, бұдан құтылып алдық. Енді бізге ендігі шаруа ан жердегін сындыру керек. Қайсы? Кім не істеді, маған түсінбей алдым ғой. Бізге пауықтар бар, еще шауыл жасайтын. Соң өзінде скелеттер қалып тұр ғой, дігідік. Анан сындыруым керек, сындырмасам, пожалуй, қиын болайын деп тұр. Мұнаның пауықтар қоймайды ғой мен. Ебать, налар толып кетті ғой. Жоқ, рахмет, мен қайтам үйіме, ё-майы. Тамақ аш болып кетті ғой. Нормально. Тағы барамыз. Қайсысы? Ал, кел ал. Менің. Чего? Да ты профи. Мынау бар екен ғой ше. Тік. Жоқ, өлме. Құтылып үлгердім. Бір екен жанды қара, тік.
Что-то өте қиын болып жатыр, е-мая. Достар, жарық түсті. Так, мына мышкамен істемей қала беретін болыпты, е-мая. Так, онда біз мыналарды қазір малын шығаратын боламыз. Криперлер деген неріп жарып тұрады. Так. Ана жерде крипер 1000 болып, 1040 болып жүрді ғой. Е-мая, криперлер қайдан о? О, мына скелеттер неріп жарып тұрып өрміз бай, ептігідіктің қодыға. Так, бізде киркамен онда барып тез-тез сындыра салайық. Мейлі киркамен барып сындыра саламыз. О, достар, сындырдық. Ой, мынауың сен неп жарды ғой. Жоқ, ойланмайым мен, кешір. Кешір қарындас, қазір ойланмайым. Ой. Үлгердік, сындырып үлгердік, ең бастысы. Нормально. Онда тамағымыз жеп болып қалған бәрін қырып тастайтын боламыз. Аттак деген айырып атырық. Жынды кетіп атыр, бірақ. Мә, паук, жарық болды ғой, не, маған келатсың ба не? Дануна. Мә, онда. Так, қалғандары бар еді ғана жақтым. Мә, давай, жарыл. Жарылмайым деп тұрма не, сонда? О, жақсы болды. Өзің адамдарын өлтіріп жатық, зато. Пауктар тиіспесе де, бұлар маған ұнамай тұр, что-то. Так. Кетіңдерші, неріп жармай. Так, мен мышкым қуып кетіп жатыр, ептігідік. Так. Нормально. Өте азайды мына жер. Айтпақшы, астына түсу керек еді, астында сандықтар бар еді, айтпақшы. Ұмытып баратыр екенбіз. Жоқ, өрмекші, сенден ұтылмайым мен. Ойбай, мына жақта өрмекші болып отыр қой. Кет. Оңбағандар. Жанымызды көбейтіп алайық. О, біреу қалды ма? Мә. Оңбаған. Так, ладно. Онда астына түсу керек бізге. Ой, бұл, мынаның астында тағы бір заттар бар екен. Так, бізде динамит жоқ па не? Ёшкин кот, динамит болғанда бізде жақсы болушы еді. Оу, соның өзінде мені атып тұр ғой, оңбаған. О, скелетті өлтірдік, өте керемет болды. Енді мынау оңбағандарды, өте керемет. Бәрін өлтірдік, енді астына түсу керек бізге бір зат қылып. Өте оңай. Тек бейтіп түсе береміз о, болған. Шашып зат қой, шашып. 28 үрген болдық ба? Мә, симай қалды ғой заттар дайшы. Керек емес заттар тастап тастау керек екен. Йо-май, симайды ғой неққа. Гүл керек емес маған. Не керек емес тағы бізге. Тек не керек емес бізге өз. Наны тастай бер. Бас киім алып алайық. Так, мыналар керек әрине. Мен толып біткен айтам да. Заттар толып бітті, оны паучи глаз керек емес. Песоктардан терезе жасап алам ба деп едім. Ладно, мына жерге қойып кете берейін. Мыналарды алып алайық. Керемет заттар болды мына жақта. Мыналарды алып кете берейік, на всякий случай. Бір затқа керегімізге жаратамыз ғой. Ал мына жақтан мынау симай қалды ғой, бұның орнына нан тастап кете берейік. Все, енді мына жақтан железный слиток симай жатыр ғой. Не тастап кетеміз, е-май. Так, нан тастап кете салайық. Не істеймін мен бұны бәрі? Ладно. Мен книга дегендер неге керек бізге? Білмеймін неге керек екен. Факел керек емес. Мынау да керек емес. Мә. Үйге барып оқимыз о деп па? Мә, симай кетті ба. Короче, мен заттарды тастап қайтуым керек мына жерден. Мынаны қара, дирскі стреля бар екен. Осыны алып алу керек бізге. Сонымен өте керемет болады. Үшім достар, бүгіндікке осы жетеді достар.
Сендерге үлкен рахмет. Соңына дейін көргендеріңізге және арнаға тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Рахмет.